Сәлем достар, менің есімім Махниет. Дәл қазіргі уақытта Оңтүстік Кореяда бакалавриатта грантта оқып жатырмын. Бұл гранттың аты KJSP деп аталады, яғни Корея мемлекеттік стипендиалды бағдарламасы. Жалпы осы KJSP-ге бакалавриатқа тапсыратын уақыт күзде болғандықтан, көп оқушылар мен Instagram парақшама жазып жатыр, сұрақтарын қойып, сондықтан осындай бір серия жасағып келіп тұр. Барлық сіздердің сұрақтарыңызды қамтып өткім келеді. Енді бүгін именно мотивационный письмо туралы айтқым келіп тұр. Жалпы мен өзім осы грантқа түскен студент ретінде өзімнің тәжірибемнен кішкене кеңестермен бөлісемін. Бұл видеода мотивационный письмоның ішіне не жазу керек, не жазбау керек бәрін қамтып өтетін боламын. Сондықтан егер де қызықты болатын болса, видеоны аяғына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Каналыма жазылып алып, осы лайк және пікір қалдырып, сондай өздеріңіздің белсенділіктеріңізді көрсетсеңіздер көп рахмет. Ал енді бастайық. Бірінші мотивационный письмодан не жазбау керек екеннен бастайық. Бірінші нәрсе ол анкетада толтырған ақпаратты мотивационный письмоның ішіне кіріктіріп, қайтадан қайталап жазбаңыздар. Яғни, жалпы мотивационный письмо ол өте шектеулі, бір А4 парағына беріледі. Соның ішіне онсыз да анкетада бар ақпаратты сіз толтыратын болсаңыз, онда сіздің жаңағы мотивационный письмоңыз суға толып қалады дағыны, маңызды айтқыңыз келген нәрселер ішіне кіріктірілмей қалады. Сондықтан менің есімім мысалы Ақниет, мен деген Қазақстаннан келген адаммын, ата-анам тоже қазақ, корей тілін, мысалы топик сертификатын мысалы 6 бар деген сияқты ақпарат, яғни анкетаға сіз оны онсыз да толтырасыз, сол нәрсенің барлығын қайтадан мотивационный письмоның ішіне қайталап жазбаңыздар. Себебі комиссия сіздің хатыңызды оқығанға дейін бірінші сіздің анкетаңызбен танысып шығады. Ол жерде сіздің барлық ақпараттарыңыз көрініп тұр. Одан кейін тағы да хатқа келгенде тағы сол ақпарат қайталанып тұрса, енді ойлаңыздар олар қандай ойда болатынын. Сондықтан мотивациялық хатқа қайтадан ақпаратты қайталамаңыздар. Мысалы келтірейін, сіздерге жаңа бір телефон, немесе ноутбук, немесе бір техника шығатын болса, олар бірінші мынау техника, мынау холодильник деп сіздерге айтпайды ғой. Олар бірден бұл холодильниктің ерекшелігі неде, бұл холодильникті сіз не үшін алу керексіз, не үшін сатып алу керексіз, бұл холодильникті қолданған кезде қандай жақтары жақсы деген сияқты бірден солай айтып кетеді презентацияда. Сондай сияқты сіз мотивационный письмода жаңағы қайтадан сондай ақпаратты қайталап отырудың қажеті жоқ. Енді менен екінші кеңес ол өзіңіздің осы уақытқа дейін бір керемет жетістігіңізді, яғни сізді осы адам ретінде таныстыратын бір күшті жетістігіңізді, яғни мысалы бір қиындыққа қарамастан мен мынанша нәрсені күшті жетістікке жеттім. Немесе мысалы қанша ауырып тұрсам да мысалы олимпиадаға қатысып, сол олимпиада бірінші орын алған болатынмын деген сияқты. Яғни бір қиындыққа қарамастан мен сол нәрсені жеңе алдым деген сияқты өзіңізді көрсететін сондай бір жетістік болу керек. Әрине ол міндетті түрде бір ауруға қатысты нәрсе емес. Осы уақытқа дейін бір өміріңізде өзіңізді мақтан тұтатын бір пример болу керек. Сол примерді сіз жазып өту керексіз. Осы екінші кеңеске байланысты өзімнің тәжірибемнен бөлісем дедім. Өзім хатта мен былай жазғанмын. Мен жалпы Шымкент қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегімін. Бірақ өзім ол мектепті бітіргенімен, өзім Шымкенттен емес, оны Шымкенттен алыс ауылдан шыққан қызбын жалпы. Енді ойланыңыздар, мен 2013 жылы түстім мектепке, ал ол кезде мен жасым 12-де болатын. 12 жасар мектеп оқушысы қалаға, басқа мектепке, басқа жаққа шығам деген кезде, тем более қыз баласы бізде Қазақстанда, ол деген кішкене қиындау шешім болды. Шынымды айтсам, ата-анам үшін де, мен үшін де, бірақ та Назарбаев зияткерлік мектебінің мықты маған мүмкіндіктер беретінін түсінгендіктен, мен сонша қанша қорқыныш болса да, қанша қиындық болса да, ол жақта мысалы мен үйімде болған жоқ мысалы. Сондай сияқты қиындықтарға қарамастан ол мектепке түсемін деп шешіп, түсіп, сол мектепті бітіріп шыққаным, ол менің осы уақытқа дейінгі өткен шағымдағы мықты пример ретінде мен соны әдемілеп жазып өткен болатын. Сол секілді енді дәл мен сіздерге нешті оқу керексіздер деп айтып тұрған жоқпын, бірақ сондай секілді өзіңіздің бір ерлік жасаған, немесе өзіңізді бір мақтан тұтатын, сол бір шешіміңіз үшін мақтан тұтатын нәрсеңізді өткен шақтағы соны жазып өткендеріңіз жақсы. Енді келесі үшінші кеңесім, жалпы сіз осы KJSP бағдарламасына бір мамандыққа тапсырайын деп жатырсыз. Сол мамандыққа қазірден бастап қандай іс-әрекет жасап жатқаныңызды айту керексіз. Енді бұл нәрсені көбісі маңызды деп ойламайды, бірақ менің ойымша маңызды. Себебі, мысалы сізде қызығушылық болатын болса, ол мамандыққа сіз қазірден бастап кішкентай болсын қадамдар жасау керексіз. Мысалы, егер де бір адамдар актриса болғысы келсе, мысалы киноға түскісі келетін болса, онда бір мектептегі бір кружоктарға барады, неше түрлі актерское мастерство
кез келген мектепте бар ғой, олар неше түрлі сахналарға шығып кішкене белсенді қатысады, жаңа концерттер болады, мысалы наурызда концерт, жаңа жылда концерттер, сондайларға қатысады. Мысалы мықты фотограф болғысы келетін болса, онда бір қарапайым өзінің, енді қазір телефондардың барлығында, телефонда суретке түсіретін барлығында функциялар бар ғой, кішкене өзінің суретке деген қызығушылығын білдіріп, неше түрлі суреттер, өзінің түсірген премьерлар болады. Қандай мамандыққа түскіңіз келеді, сол мамандыққа қазірден бастап жасап жатқан кішкентай қадамдарыңызды сипаттап өту керексіз. Мысалы, мен тәжірибеме айтатын болсам, мен өзім косметология мамандығына түскенмін. Бұл жерде мен тері күтімі, косметика құрамы деген сияқты медицинаға байланысты сабақтар өтемін. Бірақ мен мектеп кезінен бастап химияға қатты қызыққанмын. Яғни химияда неше түрлі тәжірибелер жасайтынбыз, ғылыми жұмыстар болатын. Биологияда мысалы адамның анатомиясын өткен кездегі неше түрлі ғылыми жұмыстар бар. Сондай нәрселерге белсенді қатысқанымда мен әдемілеп жазып өткен болатынмын. Сол сияқты сіз өзіңіздің қызығатын мамандығыңыз, яғни түскіңіз келетін мамандыққа қазірден бастап жасап жатқан кішкентай қадамдарыңызды айтып өтіңіз. Мысалы, сіз IT-ге түскіңіз келетін болса, онда қазірден бастап программированиеға қызығып, неше түрлі мысалы Codeforces деген сайттар бар. Сол жерде есептер шығарып, немесе өзіңіздің бір кішкентай, енді мектептерде де жасайды ғой, программа құрады, немесе сайт жасайды деген сияқты. Яғни сіз осы түскіңіз келетін мамандыққа қазірден бастап жанып тұру керексіз ғой, сол мамандыққа қазірден бастап ізденіп, қазірден бастап мысалы өзіңіздің жасай алатын, өзіңіздің қолыңыздан келе алатын нәрселерді жасап, солай қызығып тұру керек. Енді келесі кеңес, ол егер де осы KGSP бағдарламасының сізге түспей қалған жағдайда қандай сіздің жоспарыңыз бар екенін айтып өту керексіз. Бұл бағдарламаға өтініш, мені алыңыздаршы, грантқа мен түсуім керекпін, менде басқа мүлде вариант жоқ, бұл мен ең соңғы шансым деген сияқты көрсететін болсаңыздар, онда сіз өте жалки көрінесіз, және де сізді олар скорее всего алмайды. Ал егер де сендер мені грантқа түсірмесеңдер, өкінесіңдер, менде мынандай күшті пландар бар деген сияқты айтатын болсаңыз, енді дәл солай жазу керек деп айтпаймын, бірақ та егер де сіз басқа планыңыз, мықты планыңыз бар екенін көрсететін болсаңыз, онда олардан сізге плюс қойылады. Яғни сендер маған емес, мен сендерге керекпін деген сияқты, мені алу керексіңдер деген секілді сондай бір жазып өту керексіз. Енді келесі кеңесім, ол сізден қандай пайда бар екенін көрсетіп өту керексіз. Енді мен өзімнің тәжірибеме айтатын болсам, мен жалпы косметология мамандығында оқып жатырмын. Бітіргеннен кейін мен еліме қайтып, өзім сол косметология бойынша жұмыс істеймін. Жалпы мен айтып өттім, біздің елімізде косметолог деген мамандық жоқ. Жалпы адамдар немесе медицинаны бітіріп, одан кейін барып косметологияға кетеді, немесе бір айлық, 2 айлық курстар оқып, ары қарай соны косметолог болып жұмыс істеп кетеді деп. Ал Кореяда кәдімгідей 4 жылдық сондай мамандық бар. Жалпы косметолог деген мамандық, бөлек мамандық ондай жоқ. Және де біздің елімізде косметика шығармайды, яғни бүкіл нәрсені басқа елдерден сатып алады. Яғни мен былай айттым, мен осы Кореяда косметология мамандығын бітірген соң косметолог болып, мен еліме барып жұмыс істейтін боламын. Енді косметолог ретінде жұмыс істеген кезде не керек маған? Әрине косметика керек, маған техника керек. Ол техниканы, ол косметиканы мен Кореядан сатып аламын. Яғни бұл нәрсе Кореяның экономикасын жақсы, мен экономикасына пайда келіп жатырмын. Себебі мен өзім елінде косметика шығармайды, мен сол Кореяның косметикасын сатып алатын боламын. Яғни олардың тауары өтетін болады. Яғни менен Кореяның экономикасына мықты пайда келеді. Мен соны әдемілеп жазып өткен болатын. Сол секілді сіздің өзіңіздің мамандығыңызға байланысты пайда алып келетін нәрсені жазатын болсаңыз, онда ол өте үлкен плюс болады. Енді тағы да қосатын ақпарат, жалпы менде интервьюда сұрақ болған тұғын. Неге Корея? Неге біздің университет? Неге именно осы университет деген сияқты сұрақ қойды? Бұл сұраққа жауап беру үшін мен алдын ала жақсылап дайындалған болатынмын. Жалпы косметологияға түсу үшін, мысалы, сіз Америкаға барсаңыз да болады, мықты ел. Немесе, мысалы, Кореяның өзінде неше түрлі қаншама университеттер бар. Неге именно біздің Тэджон университетіне түстің деген сияқты сұрақ қойды. Сол кезде жалпы мен документ тапсырмай тұрып, бүкіл сол Кореяның косметологияны оқытатын университеттің бәрін списогын түзіп шықтым. Яғни Кореяда мынанша университет болатын болса, косметология мамандығы бар, мысалы, мынанша университет деген сияқты. Ол жерде 23 университет болды косметологияны оқытатын, және де сол 23 университеттің ішіндегі косметологияны именно қандай сабақтар өтетін әр сайтта, өзінің универдің сайтында болады. Қандай сабақтар өтеді, не
нәрсені олар басты мақсат ретінде өтеді деген сияқты. Кейбір университетте мысалы тек қана косметиканың құрамын, яғни химиялық құрамы қалай жасау керек, яғни ол жерді бітіргеннен кейін сіз лабораторияда жұмыс істейсіз. Үлкен косметика компаниясында лабораторияда отырып сіз жаңа араластырып деген сияқты сондай мықты эксперт ретінде жұмыс істейсіз. Мысалы кейбір университеттерде болды, ол жерде тек қана дерматология, яғни медицина жағына қатты көңіл бөліп кеткен, бірақ косметиканы қарастырмайды, яғни адаммен ғана жұмыс істейді деген сияқты. Солай әр қайсысын көріп шыққаннан кейін мен именно осы Тэджон университетіне түскім келді, себебі бұл жерде тек қана жаңағы бір бағыт емес, ол бірнеше бағытты қамтиды. Яғни сіз кішкене косметика құрамы туралы да білесіз. Сіз медицинаны да кішкене оқып өтесіз. Және де кішкене сіз жаңағы тек қана теріні оқытатын сабақтар бар. Одан бөлек бізде университет туралы, мен мамандығым туралы көбірек айтып кеттім. Жалпы айтқым келгені, солай 23 университеттің бәрін қарап шыққан кезінде маған сол өзіме ұнаған осы университет болды. Және де университеттің сайтына кіріп, жаңағы профессорлармен де танысып шықтым. Ол жерде бүкіл ақпараттар тұрады. Сол профессорларды таныстым, қандай сабақтар өтетінін көрдім, немен атақты. Соларды біліп алғаннан кейін мен жаңағы сұраққа қиналмай жауап бердім. Яғни себебі мен жаңағы айттым, іздендім, осынша университет бар екен, осынша мамандық бар екен, бірақ менің именно қалағанымды осы Тэджон университеті бере алады екен деген сияқты. Яғни сіз осы мамандыққа жай ғана бір былай абс деп таңдап түсе салғаныңызды емес, осы мамандыққа не үшін қызығатыңыз, және де плюс осы мамандықты неге именно осы университетте оқығыңыз келетінін дәлелдей алсаңыз, сондай қызықты етіп, онда ол үлкен плюс болады. Сондықтан мен сіздерге кеңесім, осы хатты жазбай тұрып, бірінші жаңағы түскіңіз келетін университеттегі сайтына кіріп, толықтай ақпараттар кіріп шығыңыз, оқыңыздар. Профессорлар, қандай профессорлар оқытады, олар қандай университетте оқыған, олардың не ерекшелігі бар, не айырмашылығы бар деген сияқты. Соларды оқып алсаңыз, әдемілеп соның ішіне кіріктіріп жазсаңыз болады. Енді мотивационный письмоны бітіріп, біз study plan-ға өтейік. Study plan-ды қалай жазу керек? Жалпы study plan деген айтып тұрғандай оқу жоспары. Яғни сіз оқуға түстіңіз дейік, стипендияны алдыңыз, енді сіз не оқисыз деген. Енді ол жерде не жазу керек дейтін болсаңыздар, сіздерге айтатыным, тапсырайын деп жатқан университетіңіздің сайтына кіріп, мамандығыңыздың қандай сабақтар өтетіні барлығы тұрады сол жерде. Бірінші курста мынандай міндетті алу керек предметтер, одан кейін optional деген, яғни таңдауға болатын предметтер тұрады. Соларды барлығын көріп танысып шығыңыздар, жалпы қандай сабақтар өтетіні ағылшынша да тұрады, корейше де тұрады. Мен жалпы өзім университетіме сайтына кірдім, мамандықтың ішіне кірген кезде жаңағы шықты ол жерде. Бірінші курста қандай сабақтар өтетіні, жаңағы міндетті түрде алу керек курстар, және де таңдауға алсаң да алмасаң да болатын сияқты сондай таңдауға берілетін курстар болды. Солардың барлығымен танысып шықтым да, қандай предметтер бар екенін білдім. Және мен бірінші курста мынандай сабақты алғым келеді, себебі деп соның маңыздылығын жазып өтесіз. Екінші курста мен мынандай сабақты тыңдағым келеді, себебі мынау күшті нәрселер үйретеді екен, мынандай екен. Яғни сіз поверхностно емес, жалпы сол сіз көрсету керексіз, сіз сол нәрсені түсініп тұрғаныңызды, соның ішінде уже, яғни соған қызығып, сол нәрсені түсініп тұрғаныңызды білдіру керексіз. Мысалы, мен мамандығымда жаңағы косметология ғой, бірақ сабақтардың ішінде, курстардың ішінде альтернативті медицина деген сабақ болды. Енді ол нәрсе, мысалы, бізге косметологияға не қатысы бар деген сияқты. Бірақ сол альтернативті медицина деген жаңа адам тек сырты бүтін, іші түтін болып тұрса, ол бәрі әдемі болып көрінбейді ғой. Ол егер жаны сау, тәні сау, денсаулығы барлығы жақсы болса ғана жарқырап, сондай әдемі болып көрінеді. Сондықтан мен альтернативті медицинаны оқығым келеді. Ауырғаннан кейінгі соның жазылатын жолын емес, ауырмайтын жолын іздейтіндей сондай білгім келеді, алдын ала мен көмектескім келеді деген сияқты. Сол сабақты оқығым келеді. Мен осыны екінші курста сабақтың оқитын боламын деп солай планыма жазған болатынмын. Мен қатар өзіңіздің оқығыңыз келетін мамандыққа қатысты жаңа зерттеулер, әрқашанда зерттеулер шығып отырады. Тем более Кореяда зерттеу орталықтары өте көп. Жаңағы корейский статьялар, егер кореялық статьялар болса тіпті жақсы. Жалпы кейде профессорлар өздері де олар әрқашан статьялар шығарып отырады. Бір Кореяда 10 этапты уход деген сияқты сол тренд болған еді ғой. Бірақ кейін бір зерттеу шықты, оказывается, ол 10 этапты уход, ол ондай қатты пайдалы емес екен. Яғни себебі, мысалы, сіз пайдалы деген тамақты алып, барлығын жей бермейсіз ғой, сіз жаңағы асқазаныңыздың қорыту
қорыта алатын қабілетіне байланысты жейді. Сол сияқты біздің теріміз де сіңіре алатын өзінің қабілеті бар. Яғни ол сіңіре алатын қабілеті, мысалы 3 ғана косметика жарайтын болса, сіз одан жаңағы үстіне қосып 10 этап жасаған болсаңыз, ол 7 косметика, сіз просто так ақшаны құрттыңыз деген сияқты. Сондай зерттеу шыққан болатын. Ол өте қызық, себебі кәріс қыздардың барлығы 10 этапты жасап, күшті беттері жылтырап жүр деп бүкіл әлем сол 10 этапта атақты болып кеткен еді ғой. Оказывается, сондай зерттеу бар екен. Ол 10 этапты оқыт, ондай қатты эффективный емес деген сияқты. Сол сияқты өзіңіздің мамандығыңызға байланысты сондай жаңа зерттеулерді оқып, именно достоверный зерттеу болу керек. Ол жай ғана Google'дан іздеп алған емес, достоверный сондай зерттеу ғылыми жұмыс болса, онда соны қосып өтсеңіз, онда сіз шынымен де мамандығыңызға қандай қатты қызығатыныңызды көрсететін боласыз. Стади пландағы маңызды нәрсе ол конкретика. Яғни, мысалы, медицина болатын болса, сіз жалпы медицинаны оқимын деген сияқты жалпылама ақпарат емес, именно мысалы мен хирург болғым келеді, немесе мен стоматолог болғым келеді, немесе мен жаңағыдай мысалы мен косметолог болғым келеді. Бірақ косметологтың ішінде де ол өте үлкен мамандық. Оның ішіндегі именно мен жаңағы скинкер, яғни тері күтіміне мен қатты қызығамын деп өзімнің сондай қызығушылығымды көрсеттім. Сол айтқан кезде узкое направление деп айтады ғой, сол бағытыңызды сіз көрсету керексіз. Яғни, егер де мысалы сіз жалпылама ақпарат беретін болсаңыз, онда ол су болып кетеді. Ол су болып кеткеннен кейін ол комиссияларға қызық емес болып қалады. Ал егер де сіз өзіңізге не керек екенін анық білетін болсаңыз, бізде кішкентай балаларда бастық боламын десе жақсы көреді ғой, мысалы бастық боламын деген сияқты айтатын болса. Бірақ егер де сіз мысалы қандай бастық боласыз, қандай компанияны басқарасыз, қанша жылдан кейін ол мақсатыңызға жетесіз, соның барлығын точно біліп отыратын болсаңыз, қалай жолмен, қандай білім аласыз бастық болу үшін деген сияқты. Егер сондай конкретно сіз қандай направление, қандай бағыттағы компанияны басқаратыныңызды біліп отыратын болсаңыз, онда ол мына тапсырып жатқан кандидаттың өзіне не керек екенін біледі екен, мақсаты айқын екен дейді да, онда сізге грантты спокойно береді. Сондықтан өзіңіздің мамандығыңыз болғанда да соның именно қай бағытына соны қаттырақ қызығатыңызды көрсететін болсаңыз, онда ол сізге тағы да айтайын үлкен плюс болады. В общем, сол бүкіл плюстардың бәрін қосып сізде көп плюс болады, басқа кандидаттарды жеңіп, сіз грантты ұтып аласыз. Сонымен, достар, бүгінгі видеода мен мотивационный письмоны қалай жазу керек, қалай жазбау керек, және де стади планды да қалай жазу керек екенін айтып өттім. Бұл ақпаратқа мен өзімнің тәжірибемді де қостым. Сондықтан бұл видео сіздерге өте қатты қызықты болды деп ойлаймын, пайдалы болды деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін, грантқа тапсырып көріңіздер. Тапсырып көрмесеңіздер де жаңағы айтып кеткенімдей басқа сіздің пландарыңыз болсын, мықты пландарыңыз. Тапсырып бұл грантқа түсіп жатсаңыздар, болашақтарыңызда қандай күшті мүмкіндіктер болады, қандай мықты сіздерге мықты маман иесі шығады. Сонымен сіздерге сәттілік тілеп, осы видеоны осындай жақсы нотада бітірейін дедім. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Егер ұнаса, мен каналыма жазылып қойыңыздар. Тағы да пайдалы контентпен мен оралатын боламын деген үміттемін. Пока. Сау болыңыздар.